Қайырлы күн оқырмандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз алмадан жем дайындайтын боламыз. Қазіргі алманың науқанында алмадан варенье, повидло және осындай жем жасайтын уақыттардың бірі болып табылады. Жем жасау үшін менің каналыма тіркеліп, менің видеомды толықтай қарап өтулеріңіз. Бірінші жуып тазалап алған алмамызды осындай 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Яғни керек емес жерлерінің барлығын кесіп аламыз. Оны ет тартқыштан өтуге дайындаймыз. Осылай алмамыздың барлығын тазалап, жақсылап жуып дайындаймыз. Достар, менің видеомды соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеле кетіңіздер және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің каналымды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Жуып тазалап алынған алмаларымызды енді ет тартқыштан өткізетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай алма өте тез өтіп жатыр және сулы өте тәтті алма. Дәмі өте күшті алманың қабығына еш ажыратпаймыз, қабығымен қосып өткізетін боламыз. Ет тартқыштан өткізілген алмаларымызды шұңғылау ыдысқа құйып, барлығын бір ыдысқа құйып шығамыз. Алманың дәміне байланысты қантты солай салатын боламыз. Менің алмам тәтті болғаннан кейін мен 200 грамм ғана қант қостым. Егер сіздің алмаларыңыз қышқылдан болса, сәл көбейтіп қосыңыздар. Менде бұл жерде сүйектерінен барлығына ажыратқанда 3 кило алма болды. Сол алмаға 200 грамм ғана қант қостым. Егер сіздің алмаларыңыз одан көп болса, сәл көбейтіп қантты дәміне қарай қосып жасасаңыздар болады. Біздің алмамыз уже бітуге жақындады. Алмамыз бітті. Енді үстіне қантымызды салатын боламыз. Үстіне қантымызды 200 грамм қантымызды саламыз. Және дәл осы ыдыспен толтырып су құямыз. Су құйғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше мен салқын су құйдым. Судың температурасы маңызды емес, неғұрлым ыстық су құймауларыңыз қажет. Осындай салқын, жылы су құйсаңыздар да болады. Жақсылап араластырғаннан кейін тағы да дәл сөйтіп су құямыз. Су құйғаннан кейін жақсылап араластырып, енді газымызға қоямыз. Бұл алма бір жерге қатты шоғырланып қалуы мүмкін, сондықтан жиі араластырып тұруды қажет етеді. Газге қойғаннан кейін тағы да бір араластырып жіберіңіздер. Енді қайнағаннан кейін жай отқа қоямыз, солай 40 минуттай қайнатамыз. 40 минуттың ішінде әр 5-10 минут сайын жақсылап араластырып тұрыңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Мен көбігін алмаймын, осылай жақсылап араластырып шығамын. Қатты бір қайнағаннан кейін астын басып қоямыз.
осы қайнап жатқан кезде банкілерімізді дайындайтын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы қылып 1 литр 2 литр банкілерге дайындап алыңыздар. Мінекей біздің жеміміз күшті болып қайнап жатыр. Түсінің өзі әдемі, ерекше болды. Дәмі, иісі деген бөлменің иісін алып кетті. Күшті болып, дәмі дегенде өте ерекше болып шықты. Мінекей біздің жеміміз уже дайын болды. Осы ыстық күйінде банкілерге құятын боламыз. Мен осындай 1-2 литрлікке және шағын кішкентай банкіге құйып алдым. Бұл жем мен отбасыма өте қатты ұнады. Дәмі деген күшті болып шықты. Менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Дәл осындай рецептімен жасап көріп, комментарий жаза кетіңіздер. Неге осылай барлығына жемімізді салып шығамыз. Енді банкілердің аузын жауып шығамыз осылай. Мен бұл кішкентай банкіні күнделікті қолдануға және 2 литрлік банкіні қысқа сақтауға алып қалдым. Банкімізді жауып, жылы орап қоямыз. Банкіміз суығанша. Мінекей біздің жем осындай болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.